Ең үздік шығармашыл мұғалім. Дәл осындай атаумен облыстық өнер байқауы өтті. Әр ауданнан келген 30-дан аса бақ сынаушы қатысқан бәйге ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, салт дәстүрімізді сақтауға бағытталған. Яғни халқымыздың ежелгі қол өнерін насихаттап, жас ұрпақ бойына сіңіру мақсатында өткен байқауда білім ұясындағы бейнелеу өнері, технология пәні ұстаздарының туындылары көрмеге қойылды. Әділғазы алқалары ерекше әрі тың дүниеге таңдау жасады. Жалпы 4 шарттан тұратын дода сахна мәдениетіне де қатаң ескерту берді. Өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамның облыстық филиалы мамандарының ұйымдастыруымен өткен байқау жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Бұл жолы 100-ден жүйрік танылған ұстаз республикада бақ сынамақ. Байқаудың нәтижесінде біз каталог шығарамыз, жинақ. Оны әдістеме құрал ретінде облыстағы мектеп технология бейнелеу пәндері мұғалімдеріне біз жаңа әдістеме құрал ретінде таратып отырамыз. Облыстан қазір 12 облыстан аудандардан қатысып отыр. 3 пән бойынша 36-37 мұғалім қатысып отыр. Енді әрқайсысына бұлардың бәріне біз жаңағы бас жүлде, одан кейін жаңағы біз бірінші орын, екінші орын деген алтын қолды шебер, шығармашыл тұлға деген номинацияларымыз бар, алғыс хаттарымыз бар.